Assalamualaikum. Hayırlı күн, құрметті көрермендер, құрметті достар, бауырлар. Қораның ішіндеміз. Бүгін жем ұмтап жатырмыз, соны видеоға салып көрсетейін деп отырмын. Освещениені істеп болдық, қол дайын, астау науа дайын, су дайын. Тоғы дайын, мына жерден генератормен істейміз не? Екі генератор бар. Енді шамал уақыттан кейін кіргіземіз. Суды ізіне дейін до конца істеп тастасақ, Алла бұйыртса, өжік байлаймыз бұқаларды. Қазір трактормен ұмтаймыз, тракторге жалғап қойдық, сомен ұмтаймыз. Міне достар, болдық. Сол кезде 1 тонна 200, 1 тонна 300 1 сағаттың ішінде ұмтап тастадық. Ондай болды, не сапасы бірақ жақсы емес. Таба алмай жатырмыз, не себептен екен. Ішінде мынандай ірілер кетіп қалып жатыр мен ондай. Обороты күшті болмаса. Осындай болып ұрып жатырмыз. Мынау советский бір дробилка. Осымен істеп жатырмыз. Этикеткілерінде ештеңе жоқ, білмеймін қандай екен. Ескі мынандай редуктормен жалғанады. Повышающий редуктор ғой. Осын не мынау бар, мына барабан мынаны айналдырады. Мынау бір айналғанда мынау шыр айналап қой. Мынау бір айналса, мынау шыр айналады. Обороты күшті. 3000 обороттай бар деп ойлаймын өзім. Осы достар, осы дробилкамен ұрып жатырмыз трактормен. Мына жерде 5 тонна бидай бар еді, ол да таусылып жатыр. 12 тонна арпа бар еді, одан да бір 4 тоннадай қалды. Осы міне достар, өйстіп қазір ковшпен апарып төгіп тастаймыз. Бұқаларды сойып бастадық, 240-260 килограмм шығып жатыр. Осы тіршілік достар. Бір күні дробилкаге обзор түсіретін болам. Жақсылап.
Әзірге тіршілік осы. Қош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Осы қысқаша видео, ақпарат қалай ұмытап жатқан жөнінде. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.